Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көңіл сұрауды білемін. Жолбарыс пен түлкі. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп, оқиғаның соңын болжаймыз. Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Алдымен мына жұмбақтың шешуін бірге тауып көрейік. Кілемнің түрлеріндей жүндері бар, айбаты жан шыдамас үндері бар. Бұл қандай аң? Әрине ол жолбарыс. Сайқымазақ қулығы бар, барған жерде ұрлығы бар. Бұл жұмбақтың шешуін біліп отырған боларсыңдар. Бұл түлкі. Жол бойында жортқан, сыбызғысын тартқан. Жұмбақтың шешуі қасқыр. Балалар, сендер жұмбақтың шешуін дұрыс тапқан боларсыңдар. Біз бүгінгі сабағымызды ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде нақыл сөзімен бастаймыз. Себебі көптеген адамдар денсаулықтың қадірін ауырған кезде түсінетін болады. Сондықтан да ауырмау үшін біз салауатты өмір салтын қалыптастыруымыз қажет. Бүгін біз жолбарыс пен түлкі ертегісін өтеміз. Қане бірге мұқият оқып көрейік. Бір күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмейді. Мұны байқап қалған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп, түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс күжілдеп, дереу түлкіні алып келуді бұйырады. Бұл хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. О, құдіреті күштім, сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын, дейді. Әй, деп күжілдейді жолбарыс. Барлық аң келіп, менің көңілімді сұрады, ал сен... Құдіреттім, сіздің науқас екеніңізді мен барлығынан бұрын білдім, содан сізге дәрі іздеп кеттім, дейді түлкі. Солай ма, деп жолбарыс сабасына түседі. Балалар, ертегі қалай аяқталады деп ойлайсыңдар? Ары қарай қандай жағдай болуы мүмкін? Өз ойларыңды болжап отырған боларсыңдар. Олай болса, ертегінің жалғасын менімен бірге оқып көріңдер. Немене, таптың ба? Құдіреттім, сізді бірден жазатын дәрі сұр қасқырдың өкшесінде жасырулы тұр, дейді түлкі. Достым, қамқорлығың үшін үлкен рахмет, дейді мейірім түскен жолбарыс. Ол қасқырды тез алып келуге бұйырады. Арада бірнеше күн өтеді. Түлкі тоғай ішінде келе жатса, қарсы алдынан үш аяғымен қиралаңдап, әрең келе жатқан қасқырды көреді. Осы жерде түлкі оған: достым, сөз тасып сыбырласудың керегі жоқ еді. Өсек айту жақсылыққа жеткізбейді, депті. Балалар, ертегінің соңын тыңдадыңдар. Өсек айтқан дұрыс па? Өсек айтуға бола ма? Қасқырдың істегенін дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Жолбарыс пен түлкінің іс-әрекетіне қандай баға бересіңдер? Мезгілсіз уақытта, мысалы кешке, түнде, науқас адамның көңілін сұрауға бола ма? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Көңіл сұрау дегенді қалай түсінесіңдер? Көңіл сұрау ол науқас адамның жағдайын сұрау. Яғни көңіл сұрау ол қанымызға сіңген біздің салтымыз. Ол адамды құрметтеудің нышаны. Ауырып қалған адамның көңілін сұрап, дертіңізге шипа берсін, денсаулығыңыз қалай, тәуір болып кетіңіз, ем болсын деген сияқты жылы сөздер айтады. Мысалы, сен досыңның көңілін сұрай баратын болсаң, не апарасың?
қандай жылы сөздер айтар едің? Ауырып жатқан адамның үйіне беймезгіл баруға болмайды. Мысалы, кешке, түнде баруға болмайды. Сонымен қатар, ауырып жатқан адамның көңілін сұрап барған кезде артық бос әңгімелерді айтып, ұзақ отыруға болмайды. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.